Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге пәтір нанын пісіріп көрсететін боламын. Өте қатпарлы, көп әдемі қытырлақ нан болып шығады. Еленген ұнымыздың үстіне жарты кесе жылы суымызды аламыз да, үстіне дұрыш, шекер және де тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз ерігенінше. Барлығының грамын описанияға видеоның астына қалдырып кететін боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Енді еленген ұнымыздың үстіне суымызды құямыз да, оның үстінен бір кесе жылы сүтімізді да құямыз. Барлығын біркелкі қылып, қамыр қылып илеп аламыз. 2 дана жұмыртқаның ақ-уызын бөлек, сары уызын бөлек айырып алған едім. Ақ-уызын қамырдың ішіне салып жібереміз осылайша. Жақсылап илеп біркелкі қамыр қылып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Ендігі кезекте менде 2 ас қасық таплоний май. Осыны салып жақсылап илеп аламыз бойына сыңдырып. Менің қамырымның үйі қанып, жаңағыдай шеттерінен қайырып, мінекей осындай болу керек. Қатты да емес, қатты жұмсақ та емес, орташа қамыр болып иленіп шықты. Бетіне пленканы жабамыз да, бір шетке орап қоямыз ашығанынша. Менің қамырым ашып болды. Енді осыны ыдысымыздан босатып аламыз. Барлығын шығарып аламыз да, барлығын бөліктерге бөлеміз. Менде 9 дана пәтір нан шықты. Кішкене пәтір наннан 9 үштік шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте керемет болады. Отбасыларыңызға бір пісіріп беріп, қуантқанға не жетсін. Осылайша етіп кішкене бөліктерге бөлеміз де, біреуін 5 бөлікке, біреуін 4 бөлікке бөліп 9 дана пәтір нан шығардым. Барлығын осылайша етіп зуала қылып, бір шетке қойып қоямыз, бетін жауып, тұндырып жақсылап. Демалып болған қамырларымызды саусағымыздың ұшыменен осылайша жасап аламыз да, бетіне ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жая бастаймыз. Жұқа қамыр қылып жаямыз барлығын. Осылай етіп барлығын жайып аламыз. Мен бір шетінен барлығын жайып алдым. Жайып алған қамырларымызды әкеліп, бетіне жаңағы таплоний майын жағамыз да орап тастаймыз. Егерде сізде таплоний май болмаса, сары майды қолдансаңыздар болады. 82% сары майды ерітіп жақсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады. Барлық шетіне жеткізіп жайып аламыз.
Майды неғұрлым барлық шетіне жеткізіп жақсақ, соғұрлым қытырлақ болып шығады. Жайып болған қамырымызды екі шетінен осылайша етіп бүктеп аламыз. Ішке қарай бүктейміз. Екі шетінен ішке қарай бүктеп аламыз да ортасынан кесіп аламыз. Дәл видеодағыдай көргеніңіздей қылып жасасаңыздар болады. Мен сіздерге қазір екі түрлі әдісін көрсететін боламын. Осылайша етіп бүктеп болғаннан соң ортасынан кесіп аламыз. Егерде сіздер кесетін болмаса, пышақпен кессеңіздер де болады. Кесіп алған қамырларымызды ішке қарай ораймыз. Кесілген бетіне қаратып, осылайша етіп барлығын бір шетінен орап шығамыз. Ендігі жарты бөлігін осыған құрастырып, оны да жалғастырып ары қарата ораймыз. Тұйық жағын астына қаратамыз, кескен жағын бетіне қаратып, осылайша етіп барлығын орап аламыз да аз ғана бетіне майды жағып, саусақтарымызбен басып шамал жасап аламыз да бір шетке қойып қоямыз. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа қылып жасап аламыз. Жасап қойғаннан соң бір шетке қойып қоямыз да бетіне пакет жауып демалдырып қоямыз жарты сағатқа. Қалған қамырларымызды жасап боламын дегенше бұларда демалып тұра береді. Менде екінші мәрте екінші қамырымды майладым да осылайша етіп ортасынан бөліп орап, бұны да бірінші көрсеткен қамырымыз сияқты бұны да солайша етіп орап аламыз. Қалған жарты бөлігін осыған жалғастырып орап аламыз бұны да. Жасап дайындап қойған қамырларымызды осылайша пергамент қағазын төсейміз де пешкамыздың тапасына бір шетке қойып қоямыз. Енді үшінші мәрте мен тағы бір қамырымды көрсетейін дедім. Оны да осылайша етіп барлығын орап аламыз да ортасынан бөліп, бұны да солай қылып жасаймыз. Сіздерге түсінікті болсын деп үш мәрте көрсетіп жатырмын. Барлығын осылайша етсеңіз қатпары өте көп болады. Егер қатпары аз болсын десеңіз, екінші мәрте көрсеткендегідей қылып жасасаңыздар болады. Менің осы жасағанымның қатпары көптеу болды. Сондықтан осылайша етіп жасаңыздар, қатпарлы болып піседі. Өте керемет қатпарлы болып шығады. Бұл менде екінші пәтірім, бірінші пәтірімді дайындап қойған едім. Ендігі осы екінші пәтірімді жасап жатырмын. Осыны да осылайша етіп барлығын жасап аламыз да бірінші пәтіріміздің жанына қойып, бетін жауып пакетке жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Пакетпен жапсақ, қаязбай әдемі болып көтеріліп тұрады. Көтеріліп тұрған пәтір нанымыздың демалып болған пәтір нандарымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Барлық шетіне бір келкі етіп жағып шығамыз.
Осы кезде пешкамызды қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пешкаға мен өзім 200 градуста пісіріп алдым. Әркімнің пешкасына қарай әртүрлі температурада пісіріп шығарады. Үстіне күнжітімізді себеміз. Барлық шетіне жеткізіп сеуіп шығамыз. Міне достар, менің патырнаным осылай болып пісіп шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Өте қатпары көп және де қытырлақ болып шықты. Астарыңыз дамды болсын. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар, менің сүйікті көрермендерім.